Сәлем достар, бүгін бізде 22 декабрь, күніміз сәтті өтсін. Осы аптада бұйыртса жақсы торговля болады деген үміттеміз. Алтын бойынша мен не айтамын? Алтын бойынша бізде көріп тұрсыздар, бүгін азанда Азия сессиясы all time high дейді ғой, АТХ деп айтады, мынау АТХ, самый исторический максимум 4381-де болған еді. Соны бүгін Азияда мына обновление жасады. Тем более мына жақта past week high бар, АТХ бар, бәрін алды, ПТХ-ны да алды. Азия жалпы 36-дан 96-ға дейін 600 пип жүріп тастады. Енді біз қалай торговля жасаймыз дальше? Smart money бойынша біз не істей аламыз? Бізде мына жақта история жоқ, историяның бәрі артта тұр, астыңғы часть бар, жоғарыда ешнәрсе жоқ. Бұндай кезде біз көбінесе ең оптимальный вариант, мысалы қараңыздар, мынау күн начало, началодан баға импульсивный көтерілді только. Бізде әлі Франкфурттың ашылуына сағат 12-де ашылады. Оған әлі 2,5 сағат бар, Одан кейін Франкфурттан кейін Лондон бар, Америка бар, оға дейін баға қалай қозғалады деп ойлаймыз. Бізде бұндай кезде классикалық Фибоначчида OT деген зона бар, бізде OT дейді, Optimal Trade деп айтылады. OT зон деп айтылады. Optimal Trade Zone дейді, өйткені оптимальный трейд зона, там самый торговать ететін. И мына импульстың біз мына началосынан конечный қазір мынау болып тұр ғой, бірақ мына импульс әлі тоқтаған жоқ. Қазір егер импульс тағы да былай жалғасатын болса, мен аламын да мына Фибоначчині тағы да бүйтіп созатын боламын. И менде оптимал ария бар ғой, оптимал зон, ол уже өзгереді. OT зона деген негізі 0,79, 0,7, 0,62 осы зонаны айтады. Көбінесе осындай агрессивный импульстан кейін біз осындай Фибоначчи тартамыз да OT зонаны тауып аламыз. Сол OT зона біздегі бағаның көтеріп жіберетініне не болады? Себепкер болады. Бұл обратный шортқа да осы нәрсе бар. Шортқа да сондай нәрселер бар, орындалады. Оны қолданып үйрену керек просто. Қалай қолданады, не қолданады. Кейін айтылады. Қазір мен ойлап отқан, баға қазір егер мына жерден құлайтын болса, егер осы жерден дальше қазір көтере алмай құлайтын болса, тогда біз OT зонаны обратный жерге қоямыз. Өйткені импульс осы жерден бітіп жатыр ғой. Импульс осы жерден бітіп, как минимум бұл келеді да OT зонаға келеді. OT зонадан потом жоғары кетеді. OT зонаға келмей кеткен кездер болады. Ол кезде бізде не бар? Міне, классикалық фибо деген бар. Как минимум импульстың 0,5-тің астына келетін болса, сол астына имбаланс бар ғой, мына жерде имбаланстар тұр, мына жерде тұр имбаланс. Сол имбаланстардан біз не күтеміз? Тест күтеміз, тест, ТВХ берсе, ТВХ-дан біз лонгқа қарай кіреміз. Қазірше мен алтында только лонг көріп тұрмын. Просто баға откатты күту керек. Қай кезде откат беретінін ешкім айта алмайды. Баға мына жерден береді деп ше. Просто откат бергеннен кейін сол астына күтіп аламыз. Түсінікті ғой? Мына жақта мен откат беретіндей ешқандай, даже 15 минуттық свечаларының ешқайсында откатный свеча жоқ, барлығы только лонговый кетіп жатыр. Күтейік до конца не болатынын. Егер жақсы болып жатса, сигнал болып жатса, бұйыртса бүгін випкаға беретін боламыз.